Математика. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Құрама есептер дегеніміз 2-3 амалмен шығарылатын шартты есептерді айтамыз. Оқу мақсаты: санды өрнектер түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген есептерді шешу, қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнектер түрінде шығарудың моделін құру. Оқулығының 33-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аудар. Тыңда. Бірінші торда 14 түлкі бар. Бұл екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Екі торда барлығы неше түлкі бар? Енді осы мазмұнды есептегі санды мәліметтерді теріп жазамыз. Бірінші торда 14 түлкі. Бұны нақты білеміз. Яғни, бірінші торда 14 түлкі бар екен. Бұл екіншісінен 2 есе артық. Екіншісінен 2 есе артық. Екінші тордағы түлкілерді білмейміз. Бұл деген сөз бар. 2 есе артық деген ол көбейту деген сөз. Бірақ бізде бұл деген кілт сөз бар. Сол себепті 2 есе артық сөзіне кері амал орындаймыз. Өйткені бізде бұл деген кілт сөзі бар. Одан соң барлық түлкіні табамыз. Сонымен бірінші торда 14 түлкі, бұл екіншісінен 2 есе артық, барлығы неше түлкі бар? Шешуін есептеп, жауабын жаз. Осы тапсырманың ә бөлімі. Тыңда. Бірінші торда 4 жанат бар. Ал екіншісінде одан 8 жанат артық. Екінші торда бірінші торға қарағанда неше есе артық жанат бар? Жанат дегеніміз терісі бағалы жануарды айтады. Ол көбіне суда өмір сүреді. Оны терісі үшін, бағалы терісі үшін адамдар оларды аулайды. Бірақ қазіргі уақытта жанаттарды арнайы қорықтарда қорғайды. Оларды рұқсатсыз атуға немесе пайдалануға болмайды. Сонымен есебімізге кері оралайық. Бірінші торда 4 жанат бар екен. Екіншісінде 8 жанат артық. Бірінші тордағы жанат санын нақты білеміз. Екінші тордағы жанат санын білмейміз. Үтір сұрақ белгісі. Артық болса қайтеміз, есіңе түсір. Енді екінші торда жанат неше есе артық деп сұрайды. Бұл жерде қарағанда деген сөз бар шартта. Егерде қарағанда деп тұрса, ол салыстырмалы түрде, екі нақты мәліметті салыстырмалы түрде сұрайтын болса, үлкен санды, кіші санды қайтетін едік, есіңе түсір. Бұл анықтамада бар. Екі нақты мәліметті салыстырмалы түрде артық кемін сұраса, үлкен саннан кіші санды азайтатын едік. Егер нақты мәліметтерде бір-біріне неше есе артық, неше есе кем екенін сұрап тұрса, үлкен санды кіші санға бөлетін едік. Өйткені біздің есебіміз салыстырмалы түрде қарағанда деген сөз бар. Мұқият бол, шешуін есептеп, жауабын жаз. 4-ші тапсырма. А бөлімі. Тыңда. Ең ірі қолтырауынның ұзындығы 7 метр. Бұл теңіз піліне қарағанда 1 метрге ұзын. Ал көк киттің ұзындығы теңіз піліне қарағанда 5 есе ұзын. Көк киттің ұзындығы неше метр? Қолтырауын деп отырғанымыз ол крокодилді айтады. Оның ұзындығы 7 метр. Бұл теңіз пілінен 1 метр ұзын. Теңіз пілін білмейді, және бізде бұл деген сөз бар. 1 метр ұзын деген 1 метр артық деген сөз.
Демек, бұл деген сөз болатын болса, осы кілт сөзге қарай отырып, артық деп тұрған сөзді қалай орындаймыз? Яғни, кері орындаймыз. Сонда теңіз пілінің ұзындығын табасын. Одан соң, көк кит теңіз пілінен 5 есе ұзын дейді. 5 есе ұзын деген 5 есе артық деген сөз. Бұл жағдайда не істейміз? Ойлан, шешуін жаз, жауабын толық жаз. Төртінші тапсырманың ә бөлімі. Түлкінің құйрығының ұзындығы 38 сантиметр. Бұл жолбарыстың құйрығының ұзындығына қарағанда 42 сантиметрге қысқа. Ал арыстанның құйрығының ұзындығы жолбарыстың құйрығының ұзындығына қарағанда 15 сантиметрге кем. Арыстанның құйрығының ұзындығы қандай деп сұрайды. Санды мәліметтерді теретін болсақ, түлкінің құйрығы 38 сантиметр. Бұны дәл нақты білеміз. Бұл жолбарыстан 42 сантиметр қысқа дейді. Жолбарысты білмейміз. Қысқа деген кем деген сөз. Және бізде бұл деген кілт сөзі бар. Кемге деген сөзге бұл кілт сөзіне ойланатын болсақ, не істеуіміз керек? Әрине, кері амал орындаймыз. Сол сәтте сен жолбарыстың құйрығының ұзындығын табатын боласың. Одан соң, арыстанның құйрығы жолбарыстан 15 сантиметрге қысқа дейді. Қысқа деген жаңа айтып өткеніміздей кем деген мағынаны береді. Жолбарыстың құйрығынан 15 сантиметр қысқа болатын арыстанның құйрығын табасың. Шешуін есептеп, жауабын жаз.